Саламатсыздар ма оқырмандар, бүгін бізде математика, физика, информатика пәні мұғалімдері үшін 10-шы халықаралық шығармашылық байқауында келген есептерді талдап берейін деп отырмыз. Бізде қарапайым есептерді, тек қарапайым есептерді ғана талдап берейін деп отырмын. Негізі бұдан басқа да есептер бар. Видеомыз жақсы ұнап жатса, ол есептерді шығаратын боламыз. Фермада сиырлар мен тауықтар бар. Егер сиырлар саны k есе артса, онда сиырлар мен тауықтардың жалпы саны 2023 болар еді. Ал егер тауықтар саны k есе арттырса, онда тауықтар мен сиырлардың жалпы саны 2024 болар еді. Егер k натурал сан екені белгілі болса, фермада қанша сиыр және қанша тауық бар деген сұрақ. Енді шешуі қарапайым теңдеуді құрайық. X деп сиырды алайық, Y деп тауықты алайық, және белгілеген шартқа байланысты біз теңдеуін құрайық. X деп бізде қарасақ, мына жерде k есе арттырса сиырларды, сол кезде бізде x-ті k есе арттырдым және y-ке қостым, 2023 шығады деген ол кезде. Ал егер тауықтар санын, тауық деп y-ті алдық, y-ті k есе арттырса, онда 2000 және сиырларға қосатын болса 2024 шығады деген. Дәл соның шартты пайдаланып, біз теңдеулер жүйесін құрдық. Енді теңдеулер жүйесінен бірінші теңдіктен екінші теңдікті азайтатын болсақ, ол кезде бізде осындай өрнек пайда болады. Бұл жерден x-ті жақсы сыртына шығарайын, көбейткішке жіктейік, және y-ті жақсы сыртына шығарайық. Сол кезде бізде көбейткішке осылай жіктеледі, және k-1-ді көбейткішке жіктесек, жақсы сыртына шығарып, сол кезде бізде осындай бір теңдеу пайда болады. Мына минусты құтылу үшін негізінен -1-ге көбейтіп жібере салайын. Сол кезде -1-ге көбейткен кезде теңдік x пен y-ті де -1-ге көбейтсек орын ауысады. Сол кезде бізде осындай диафант теңдеулерінен болады. Енді бұл диафант теңдеулердің негізінен диафант теңдеулерінен шығарудың әртүрлі әдістері бар. Ол жайында да сабағымыз бар, описанияда қалдырам. Бұл жерде k-ны табайық. Екі көбейткіш қай кезде бірге тең болады? Егер k натурал сан болса, және x және y деп алып отырған сандарымыз да натурал сандар. Ол бір жағдайда болады, егер екі жағдайда болады. Негізі -1 мен -1-дің көбейтіндісі болса, немесе +1 мен +1-дің көбейтіндісі 1 болуы мүмкін. Сол кезде бізде -1 болмайды. Не үшін? Себебі k натурал сан, мұна берілген бірінші жақшада -1 шығу үшін k 0-ге тең болу керек. Ал k дегеніміз натурал сан, яғни 0 емес. Бұл жағдайда k-мыз 2 болуы мүмкін. 2-ден 1-ді азайтып 1 шығуы мүмкін. Сол нәрсені пайдаланайық. K дегеніміз 2 және y-x-іміз тең 1 болады. Бұл жерден x табу үшін +1 таңбасымен өткіздік, +x таңбасымен өткіздік. Және бірінші мұна теңдікке апарып қоятын болсақ, k-ның орнына 2, y-дің орнына 1 + x қоятын болсақ, бізде пайда болады осындай қарапайым теңдеу. Бұл қарапайым теңдеуден 2x пен x қосайық, біріне теріс таңбамен өткізейік. Сол кезде 3x-іміз 2022-ге тең, және x дегеніміз 674-ге тең. Және y-ті табайық, 675. Сонымен бірінші есепті талдадық. Енді екінші есеп, бұл да бір қызық есептердің. Ондық жазбасында нөлдер болмайтын, 2023-ке бөлінетін және цифрларын қосындысы 2023-ке тең болатын сан бар ма дейді. Сондай санды тауып жазып беруіміз керек. Негізінен сұрақ түсінікті болды деп ойлаймын. M деген қандай да бір санды табуымыз керек. Оның жазбасында цифрларында 0 деген санды пайдаланбауымыз керек. 0-ді пайдалануға болмайды. Және ол 2023-ке бөліну керек. 2023-ке.
m деген бір сан тапсақ, сол санымыз 2023-ке бөліну керек, және осы m деген санның цифрларының қосындысы 2023 болу керек. 0 деген санды пайдалануға болмайды. Енді қарайық, 2023-ке еселі сандарды жазайық. Егер 2-ге көбейтетін болсақ, 4046. Бұл жерде 0-ді пайдаланып тұрмыз. 0 деген болмау керек. Ондық жазбасында 3-ге көбейтсек 6000, 3-ге көбейтетін болсақ 2023-те 6069. Бұл жерде 0 пайда болып тұр. Содан біз 6 деген санға көбейтетін болсақ, ол кезде 12138 деген пайда болады екен. Егер 5-ке көбейткенде де пайда жоқ, 4-ке көбейткенде де пайда жоқ. 2023-ті. Сол үшін 6 деген санға көбейтетін болсақ, 12138, яғни 0 деген цифрдан құтылдық. Енді 2023-ті 7-ге көбейтетін болсақ, 14161. Енді егер цифрларын қосындысын табатын болсақ, бізде цифрларын қосындысы 12138-дің цифрларын қосындысы 15-ке тең болады. 14161-дің цифрларын қосындысы 13 болады. Енді жазайық. Егер тек 12138-ді жазатын болсақ, 12138-ді қайта 12138 деп осылай жазатын болсақ, тек 12138-ді жазатын болсақ, оның цифрларын қосындысы, яғни мынаның цифрының қосындысы қазір 15 болып тұр. Мынаныкі 15 болып тұр. Бізде жазып 12138 жазатын болсақ, 15, яғни 15 білеміз, 2023-ке еселі емес. Егер 2023 емес, егер 1,5 мың алып бер десе, 12138-ді 100 рет жазу арқылы алуға болатын еді. 100 рет жазу арқылы 12138-ді 100 рет жазу арқылы алуға болатын еді. Ал бізде 2023, ол еселі емес. Содан біз мынандай бір тактика пайдаланамыз. 15x плюс 13y тең 2023 деген Диофант теңдеуін зерттейік. Диофант теңдеулерінен зерттейік. 13, бұл жерде 15x, яғни мұнан x деп белгілеп алдық. X осыдан қанша рет пайдаланамыз, және 12138-ден қанша рет пайдаланамыз, және 14161-ден қанша рет пайдаланамыз. Сол нәрсені жазайын деп отырмын. Цифрларын қосындысы 2023 шығу үшін. Енді бұл Диофант теңдеуінің шешудің әртүрлі әдісі бар. Әртүрлі әдістері бар. Негізінен біз қазір мынандай бір тактиканы пайдаланайын. Y-ден 1 рет алсақ, X-ден 334 рет алсақ, сол нәрсе шығады екен негізінен. Және оның жалпы шешімін жазсам болады, бұлай жазуыма болады. Енді Диофант теңдеулері туралы көп тоқталмайын, себебі есептерді талдайық. Қызыққандар болса, сілтеме арқылы Диофант теңдеулер деген видеомды көруге болады. Енді бұл жерде Y-ті 1 рет алатын болсақ 13 шығады, және X-ті 15 көбейту 134. Жалпы 2023 деген цифрды алу үшін X-тен 134 рет жазуым керек, және Y-тен 1 рет жазуым керек. Сол нәрсе. 12138-ден 134 рет жазып шығуым керек. 1, 2, 3 деп осылай жалғасады. 134 рет. Осыдан 134 рет. Және
14161-ден бір рет жазу арқылы m деген санды жазуыма болады. m деген кез келген бір санды жазуға болады, бірақ 12138-ді 134 рет пайдаланамын. Осы санды 134 рет. Және мынадан бір рет пайдалану арқылы бізге қажетті санды табуға болатынын көрсеттік. Негіз бұл жерде басқа да сан, мысалы k-ның орнына 0-ді қою арқылы y1 екенін көрсеттік. Және мына жерде k-ның орнына 0 қою арқылы 134. K-ның орнына егер 1-ді қоятын болсақ, y-іміз тең болады 16-ға, так, x-іміз тең болады, x тең болады, так, 121-ге. Яғни 12138-ді 121 рет пайдалану арқылы, 14161-ді 16 рет пайдалану арқылы да бізге қажетті санды табуға болады деген сөзді. Бұл жерде егер есеп түсінікті болса, келесі есепті талдап берейін деп отырмын. Бұл жерде де шығармашылық олимпиаданың қарапайым есептері, негіз халықаралық деңгейде болған үшін шамалы күрделі болуы мүмкін. Сұрақтар болса комментарийде күтем. Сыныпта 10 қыз және 8 ұл бар. Арасында кем дегенде 4 қыз және 3 ұл болатында қанша тәсілмен 9 оқушы таңдауға болады? Сыныпта 10 қыз және 8 ұл бар. Кем дегенде 4 қыз және 3 ұл болу керек. 9 оқушы таңдауымыз керек. Енді қалай таңдауға болады? Бізде терудің формуласы, комбинаторикада теру формуласын, қайталанбайтын теру формуласы, сол формуламен шығаруға болады. Енді 3 ұл 6 қыз бірінші жағдайда 9 оқушыны қалай теріп аламыз? 9 оқушыны 3 ұл және 6 қыздан жалпы 9 оқушы. 9 оқушыны 9 оқушыны алып тұрмыз. Екінші жағдай болуы мүмкін. 4 ұл 5 қыздың таңдап алуымыз мүмкін. Және үшінші жағдай 5 ұл 4 қызды. 6 ұл мен 9 болу үшін 3 қызды таңдап алуға болады. Егер мына шарт болмағанда, мына шарт болмағанда бізде кем дегенде 4 қыз болу керек. Кем дегенде 4 қыз. Ал мына жағдай уже біздің шартты қанағаттандырмайды. Сол үшін осы 3 жағдай ғана болуы мүмкін. Енді 9 оқушыны таңдап алатын болсақ, және теру формуласын пайдаланайық. Терудің формуласы, так, оқушы 9 оқушы. 8 ұлдан 3 ұлды таңдап алып отырмыз. Жалпы 8 ұл, содан 3 ұл таңдап алып отырмыз. 10 қыз тұр, содан 6 қыз таңдап алып отырмыз. 10 қыздан 6 қыз теріп алып отырмыз. Яғни сол кезде бізде n және k-ның орнына осы сандарды қоятын болсақ, яғни біздің жағдайда n-іміз 8 болып тұр, 8, k дегеніміз 3 болып тұр. Сонымен есептейтін болсақ, бізде қажетті бірінші жағдайға қажетті сан шығады. Бұл жерде бұны есептеу керек. Уақыт созбайын. Келесі 4 ұл мен 5 қыздың жағдайы осындай болады. Және үшінші жағдайда жалпы жағдайда сумманы шығару керек. Және осы 3 жағдайды қосу керек. Мына жерден шыққан сандарды есептеп қосу керек. Так, яғни жауабы мына түрде қалды. Мынаның жауабын табуымыз керек. Бұл нәрсе, қарапайым нәрсе, есептеу. Келесі есепке тоқталайын. Бұл өзімге ұнаған теңсіздіктердің бірі осы болды. Енді осы есепте қандай әдіс пайдалануға болады? Теңсіздіктерін дәлелдеуіміз керек. А, В, С, Д кез келген оң сандар. Осы теңсіздікті дәлелдеп беруіміз керек. Енді бұл теңсіздіктің дәлелдеуде екі жағдай болуы мүмкін. Бірінші шарт қояйық, бұл симметриялы болған үшін А, В, С, А үлкен болсын, В-дан үлкен немесе тең, және С-дан үлкен немесе ең кішісі Д деп шарт қойдық. Және екі жағдайды талдап берейін. Бірінші жағдай болуы мүмкін.
егер а үлкен десек, мына жерде тұрған өрнек, мына тұрған өрнегіміз нөлден кіші болуы мүмкін. Және екінші жағдай болуы мүмкін, нөлден үлкен болуы мүмкін. Қалған барлығы нөлден үлкен болады, егер мына шартты қоятын болсақ. Мысалы, не үшін олай болады? Қарапайым сандармен де көрсете салайын. Мысалы, а деп 10-ды алатын болсам, мынаның орнына 3, мынаның 2, 1 деген сандарды алсақ. Так, қарайық. В-мыз 3, С-мыз 2, және Д-мыз 1, қосындысы 6, А-мыз 10. Осылай болуы мүмкін. Екінші жағдай болуы мүмкін. Так, екінші жағдай болуы мүмкін. 3, 2, 1, 0, 1 деп ала салайыншы. 1. Үлкен немесе тең. Так, енді екінші жағдай. Так, Б дегеніміз 2, 1, 1 и 3. Азайтсақ, мынадан 4, 10 болуы мүмкін, теріс немесе 10 болуы мүмкін. Енді бірінші жағдай болса, қалай теңсіздікті дәлелдейміз? Бірінші жағдай, егер А-мыз үлкен болатын болса, А үлкен болса, мына жерде плюс таңба қабылдайды. Мына жеріміз минус таңба қабылдайды. Және А үлкен нөлден болса, А үлкен болса, ең үлкен А болатын болса, мынада плюс таңба қабылдайды. А-сы ең үлкен. Так, В-дан үлкен болған үшін. Так, С-дан А үлкен. Бұл жерде де плюс таңба қабылдайды. Мына жақта барлығы оң таңба қабылдайды. Қосынды, яғни олар нөлден үлкен сандар. Барлығы оң таңба қабылдайды. Және теріс таңба, және теңсіздіктің сол жағы теріс таңба қабылдайды көбейткен кезде, 4 өрнекті көбейткен кезде, оң жағы оң таңба қабылдайды. Бізде белгілі оң таңба нөлден үлкен сандар, ол үлкен болады теріс таңбадан. Сонымен бірінші жағдайдың теңсіздікті таңбалармен дәлелдеп көрсетуге болады. Қандай таңба қабылдайтынын көрсетсек жеткілікті деп ойлаймын. Яғни минус санымыз кіші немесе тең плюс саннан бірінші жағдай. Екінші жағдай, егер мына тұрған 4 өрнекте оң болатын болса, және теңсіздіктің оң жағы да оң болатын болса, екінші жағдай. Так, екінші жағдайды қарастырайық. Ол кезде қалай дәлелденеді екінші жағдай үшін? Бізге арифметикалық ортаның геометриялық ортадан үлкен немесе тең деген формуласы бар. Каши теңсіздіктер деп айтылады. Кей кездері. Так, осы нәрсені дұрыс пайдаланайық. Каши теңсіздіктерін дұрыс пайдаланайық. Бұл каши теңсіздіктер жайлында да керемет видеомыз бар. Описаниеда қалдырам. Так, енді осы сандарды теріп алайын. Екі санның барлығы оң сандар. Каши теңсіздігінде айтылған А нөлден үлкен болу керек, В нөлден үлкен болу керек, яғни оң сандар болу керек. Сол нәрсе айтылған. Яғни бізде тұрған өрнектер нөлден үлкен. Сол нөлден үлкен сандар үшін, оң сандар үшін біз мынандай пайдаланайық. Арифметикалық ортаның геометриялық ортадан үлкен деген. Бұл жерде А мен А-ны қосатын болсақ, В мен В-ны қосатын болсақ, С мен минус жойылады, Д мен минус Д жойылады. Және бізде пайда болады 2А плюс Б. Ал 2 мен 2 жоятын болсақ, бізде пайда болады А плюс Б-мыз үлкен немесе тең мына өрнектен түбір астында. Дәл солай мына бірінші А плюс Б-ны жаздық. Енді Б плюс С-ны жазайын. Так, ол да үлкен немесе бұл жерде сол идея. Так, Д мен Д жойылады, А мен А жойылады. 2В плюс 2С, 2 мен 2 жоятын болсақ,
v плюс c-мыз үлкен немесе тең мына өрнектен. Солай келесін жазайын. c плюс d-ны сонымен d плюс a-ны жазатын болсақ, және осы тұрған 4 теңсіздікті сәйкесінше көбейтетін болсақ, 2, 3, 4 теңсіздікті сәйкесінше көбейтетін болсақ, және теңсіздіктің сол жағына көбейтетін болсақ, бізде берілген қажетті теңсіздік, мына қажетті өрнек шығады. Оң жағын көбейткен кезде бізде болады түбір астында a плюс b плюс c минус d. Сонымен, мысалы, мына тұрған өрнекпен, мына тұрған өрнек бірдей, соның квадраты болады. Мысалы, минусы мына өрнекпен, мына өрнек бірдей. A плюс v плюс c, d минус c. Осының квадраты. Мына өрнек бірдей. Кешіресіздер. Мына мен, мына үшеу осы бірдей. Мына 4 төнсіз пен. Осы бірдей. Квадратпен түбір қысқарады. Сол кезде берілген дәлдеуге қажет болған өрнек пайда болады. Берілген теңсіздікті осылай дәлдеп беруге болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақ болса комментарийде күтем. Лайк басып қолдау көрсетіп отырайық. Рахмет.